Өзбекстанда ұлы Абайды өте жақсы біледі. Және Өзбекстанда Абай танушы ғалымдар, жазушылар бар. Өзбекстанда, Ташкент қаласында бүгінге дейін үлкен Абай атындағы көше бар. Міне үлкен ұлы Абайдың өзінің ескерткіші орнатылды. Ал негізінде әріде жатқан Абайды білетіні, ұлы Абайды тани білетінді өзбек ағайындардың. Міне бүгінгі күні қазақ ұлты, қазақ ағайындар, жастар, балалар университеттерде, мектептерде ұлы Абайды әлі де ары қарай танып, біліп оқуда. Абайды бүгінгі заманда фильм қып, деректі фильм ретінде шығаруда өзінің орнымен қоса ұлы Абайды дүниеге келтірген ұлы даланы да жақсы келбетті көрсете алсаңыздар деп ойлаймын. Өйткені себебі кейін қазіргі уақытта, қазіргі заманда Қазақстанның ұлы даласын біздің тұңғыш президентіміз, елбасымыз жаңа нышан беруге ниет білдірді. Ұлы дала жері деген пікір айтылды. Яғни ұлы Абаймен қоса қазақтың ұлы даласында, қазақтың ұлы елінде көрсетсеңіздер деп ойлаймын. Жолдарыңыз болсын, үлкен шығармашылық іске кіріскенде үлкен жол жүресіздер, ұзақ жол жүресіздер, осы істеріңіздің бәрі ойлы шығатын болсын деп. Спасибо. Ұлы дала, көкжиегіне көз жетпес, күн шуағынан бөлінген кең байтақ жер. Бұл өмірде уақыт тоқтап, аңызақ жел мәңгілік әуен салғандай. Кенет соның арасынан сылдырап аққан ғажайып бастауды көргенде еріксіз таң қаласың. Шөлді даладағы бұл өмір көзі, Күшікбай бұлағы нағыз ғажайыптардың бірі. Жүздеген жылдар бойы жолаушылардың шөлін басып, өмірлік қуат береді. Сондай ғажайып даналықтың көзімен өркениетке серпін болған оқиға ұлы далада ұлы Абайдың дүниеге келуі. Абайдың зерек санасы өз заманынан озып шықты. Ақынның даналығы, оның ақыл ойы және сезімі қазақ халқының ұрпақтарымен жүздеген жылдар бойы бірге жасап келеді. Оның есімі ұлы даланың тарихында мәңгілік жазылған. Ұлы даланың ұлы перзенті, ойшыл ақын Абай халқына сарқылмас мол мәдени мұра қалдырды. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керек жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Абай Құнанбайұлы. Арман болған еркіндігі кешелер, қазақ елі асқақтай бер, өсе бер. Азаттыққа қолың жетті мінекей, күнің туды, тарихыңды еселер. Қырандайын қанаттарын қомдаған, ерлікпенен батырлықтар сомдаған. Қазақ елі бақыттысың сен бүгін, бабалардың рухтары қолдаған. Бодандықтың қара бұлты жойылды, көк байрағың көк аспанға жайылды. 25 жылда дамып ғасырлық, озат елге айналдың сен зайырлы. Мұның бәрі тәуелсіздік арқасы, өркендеудің бола берсін жалғасы. Ең дамыған 30 елдің ішінде орын алып болсын жұрттың алғысы. Қазақстан мәңгілік ел, құтты жерлі, ел басыға ұлы дала халық ерді. 5 реформа 100 қадамды белгілеп ол, ұлт жоспары нұрлы жолды салып берді.
қазақ хандары тұсында, қазақ мемлекеттігінің қалыптасу кезеңінде қазақ халқы шет ел басқыншыларымен жоңғар шапқыншыларына қарсы ерлікпен күресіп, қазақ жауынгерлері жанқиярлық пен табандылық және батырлық танытып, өз жерлерін дұшпан басқынынан қорғап, азаттығын сақтап қалды. Қазақ халқының ұлы ақыны, қазақ жазба әдебиеті мен әдеби тілінің негізін қалаған дала данышпаны Абай, қазақ поэзиясының шұғылалы шыңы, ұлы тұлғасы. Ол кемел аудармашы, тамаша философ, композитор, ірі қоғам қайраткері. Үстіміздегі жылы Абай Құнанбаевтың 170 жылдық торқалы тойы және қазақ хандығының 550 жылдық мерейлі мерекесі әлемдік деңгейде кең атап өтілді. Қазақ хандығы кезеңі ат жалында күн кешкен алаш жұртының қаһармандық дәуірі. Нұрсұлтан Назарбаев. Елбасы қазақ хандығының 550 жылдығына орай Тараз қаласында болып өткен ұлы мерекеде Керей мен Жәнібек хандардың ескерткіштерін ашып берді. Бүгінгі біздің басқосып отырғанымыз баршаңызға мәлім, қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы. Осы ұлық мерекенің баршамызды шын жүрегімнен құттықтаймын. Қазақ хандығын неге біз атап жатырмыз? Тарихымызда үңілетін болсақ, қазақтың тарихының барлығы бірігу тарихы. Қазақ басын қосып біріккен кезде ешбір жауға берілмеген, жеңіп шығып отырған. Қазақтың басы ыдырап, жан-жаққа бөлініп, ел болып кеткен кезде, сол кезде жауға басып алған. Осы тәлімді біз еш уақытта естен шығармауымыз керек. Бірлігімізді ұстауымыз керек. Біз енді өз тарихымызда көп ұлтты болып қалдық, ешкімнің кінәсі жоқ. Олардың барлығын ішімізге сыйғызып, құшағымызға алып, бір ел қылып, бір жұрт қылып жасап жатырмыз. Сонда ғана болашағымыз біздің өте айқын болады, жарқын. Тараз қаласында Қазақстанның тұңғыш президенті саябағында орнатылған отаудағы көрмеде өткен замандардағы әскери сауыт саймандар, ою өрнектер, бас бостандықтары үшін күрескен ата-бабаларымыздың іс ерліктері, ой түйіндері өз орнын алған. Қазақ халқының тарихы және музыкалық мәдениеті ұсынған көрмеде оған келушілерге әндер мен музыкалық аспаптар жан-жақты таныстырылған. Онда тек домбыраның 10-нан артық түрлері бар. Сондай-ақ әуенді дыбыстар мен көне музыкалық аспаптар да қойылған. Сан ғасырлардан бері халқымызбен бірге жасап келген өнер шеберлері мен қолөнер зергерлерінің дәстүрлерін ұрпақтары одан әрі жалғастыра түскендігін байқау қиын емес. Тараз әжелерінің этнографик ансамблінің шығармашылық репертуарында 100-ден астам дәстүрлі қазақ әндері мен аңыз әңгімелер баршылық. Тәуелсіздік таңы атқаннан кейінгі қайта жаңғырған салт дәстүрлер, әдет ғұрыптар, ұлттық құндылықтар қазақ халқының қайта өркендеуінің тамаша жемісі деуге болады. Қазақстанның симфониялық оркестрі өзінің жоғары деңгейдегі музыкалық мәдениетімен көз тартып,
көңілге ұялай түседі. Оркестр қазақ хандығының 550 жылдығына арнап мерекелік концерт дайындаған. Ата-бабаларымыз жасап, өз іздерін қалдырған, бұл киелі жерде туылып, халық данышпаны дәрежесіне көтерілген ұлы Абай қазақ халқына Алланың берген баға жетпес ерен байлығы. Қазақ халқының кемеңгерлігінің жемісі нәтижесінде ғана Абайдай кемеңгер толға, данышпан ақын, ұлы ойшыл өсіп, өніп, тәрбиеленіп, жетіліп шығуы мүмкін. Абай 1845 жылдың 10 тамызында Семей өңірінің Қасқабұлақ елді мекенінде Құнанбай отбасында дүниеге келіп, алғашқы білімді өз туған ауылында алды. 1855-1859 жылдары Семейдегі Ахмет Риза медресесінде оқиды. Сол кездің өзінде ақ 3 ай орыс мектебінде оқып, орыс тілін үйренеді. Әрі ол шығыс шайырларының шығармаларынан рухани нәр алып, кемелдене түседі. Ол халқының аңыз әңгімелерін, халық әндерін тыңдап есейді. Өзі де сүйді, сүйілді. Бүгінгі таңда Абай Құнанбаевтың данышпан ойшылдығын бүткіл әлем мойындаған. Оның есімімен мұражайлар мен театрлар, кітапханалар мен оқу орындары, алаңдар мен көшелер және елді мекендер аталған. Оның құрметіне Үштау шыңына да аты берілді. Ұлы бабамыздың жарқын бейнесі мүсіншілер мен суретшілердің, композиторлар мен кино мамандарының, жазушы ақындардың шығармашылығына арқау болды. Сондықтан да биылғы жылы ақын философ, қазақ ұлтының жазба әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлының 170 жылдығы оның әлемдік мәдениет пен ел өміріндегі орасан орын алатын тағы да зерделеп түсінуіміз өте маңызды. Қазақ халқының бақытына туған азамат тұлға. Абайды бүгін таңда білмейтін ел жоқ шығар деп ойлаймын. Мысалы бүгін таңда оны Чехословакияда, Германияда, Монғолияда, Қытайда, Түркияда Абайдың өлеңдерін, Абайдың шығармасын ел кәдімгі сүйіліп оқиды. Абайдың барлық ғұмыры Шығыс Қазақстанмен тікелей байланысты. Осынау киелді қасиетті өлкөде ол өзінің баға жетпес туындыларын дүниеге келген. Сары белдердің арасынан жасыл жайылымдарды айнала, қапталында күміс селеу жайқала өскен иір жол Семей шаһарынан батысқа қарай созылады. Осы жолмен жас Абай туған ауылына асыға, астындағы атына қамшы басып талай жүрген. Бұл жердің әр тасы тарихтан сыр шертеді. Сардаланың самал желі, кішкентай Абайға бесік жырын жырлаған Зере апасы мен Ұлжан анасының үнін бізге жеткізгендей. Шыңғыстаудың асуларынан асып 1000 метр көтерілгенімізді де байқамадық. Қарауылдың маңайындағы Абайдың көңіліне қуаныш сыйлаған жерлермен жүріп өттік. Бұл жерлермен оның өмірінің ең таңдаулы кезеңдері, қуаныш пен қайғыға толы сәттері байланысты. Міне осы Жидебайда 1904 жылдың маусым айында дүниеден өтіп жерленді. Абай өзінің бақилық боларын сезгендей, өлсем орным қара жер сыз болмай ма деп жазып кетті. Жидебайдағы мемориалдық кешенге де биыл 20 жыл. Ол 1995 жылы салтанатты түрде ашылған болатын. Сол жылды халықаралық ЮНЕСКО ұйымы Абай жыл деп атаған еді. Осынау уақыт ішінде мұнда әлемнің әр түкпірінен көптеген адамдар келіп кетті. Олардың барлықтары дала данышпанның феноменін анықтауға, тағдырлың сүрлеулерімен жүріп өтуге, шығармашылығымен етене жақын танысуға құштар жандар. Бұл қасиетті мекен кез келген адамды толғандырады, шабыттандырады. Қазақтар үшін өте ыстық киелі жер. Абайдың мұражай үйінде ақынның құжаттары, қолданған заттары мен жиһаз мүлкі сақталған.
мұражайдың 5 бөлмесі мен 3 залына қойылған экспонаттар бірегей. Ғимараттың сәулеті сол бұрынғы қалпы сақталған. Ал оның жобасын ақынның өзі 1895 жылы сызған екен. Абайдың Жидебайдағы қыстағына сол кезеңнің игі жақсылары, ойшылдары мен белгілі шеберлері жиналып бас қосқан. Міне бүгінде дала данышпанның тұлғасына қызығушылық арта түсуде. Қазіргі ғалымдардың есептеу бойынша біздің континенттің географиялық орталығы Абай жерінде деп пайымдауы заңдылық па әлде сәйкестік пе деген сұрақ туындайды. Семейдегі Абайдың тарихи-мәдени, әдеби мемориалдық мұражайындағы экспозицияда қызғарлық. Көптеген мұрағаттардың ішінде таңданарлық тарихи заттар бар. Біздің мұражайымыздың қоры өте бай. 13 мыңға жуық кітаптың 1180-і революцияға дейінгі орыс тіліндегі кітаптар, ал енді 500-ден астамы ол араб графикасындағы ескі көне кітаптар. Осы көне кітаптардың ішіндегі ең қызықтысы, құндысы ол әрине Абай оқыған медресе кітаптары. Бұл медресе кітаптары 40-шы жылдары медресе шатырынан табылып, мұражай қорына берілген болатын. Міне, 75 жыл бойында бұл мұражай тарихи ғана емес, сонымен қатар мәдени миссия атқарады. Семей қаласының тұрғындарына ең маңызды, ауқымды қоғамдық іс-шаралар мен кездесулер осы мұражайда жиі ұйымдастырылады. Семей деген ұлы Абайдың, Шәкәрімнің, Мұхтар Әуезовтің туған, қызмет істеген жерлері қазақ үшін қасиетті жер. Сондан әдейі Абайдың музейіне келіп, ол кісінің өмірімен тағы да бір танысып, тағы да бір осыған жаңағы қолдың ұшын тигізіп, ойлап, айтқан сөздерін берген бізге насихаттарын тағы да бір қатынасы ол деген өте үлкен ғанибет.